Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы А дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін желісі бойынша сұрақтарға жауап беру, жазу жолын жоларалық кеңістігін сақтай отырып, А дыбысы мен әрпін каллиграфиялық талаптарға сай дәптерге жазу. А дыбысы мен әрпін сөздің басында, ортасында, соңында кездесетін сөз жазу. А әрпінен басталатын сөздерді атау, атаған сөздерінен сөйлем құрастырып айту. Бүгінгі сабақтың тапсырмаларын орындау барысында фишкалар әдісімен бағалау парақшаларымызға дескриптор арқылы өз-өзімізді бағалап отырамыз. Ендігі кезекті оқушылар тапсырма орындауға берейік. Бірінші тапсырма. Кітаптан мәтінді оқып, қойылған сұрақтарға жауап беріп, өз мектебіңді суреттегі мектеппен салыстырып көр. Ал енді балалар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма, мына себеттегі жемістердің атын атап көрейік. Алма, алмұрт, анар, алхор. Дұрыс балалар, олай болса, бүгін танысатын алғашқы әрпіміз А әрпі болмақ. Енді осы А әрпіне сөз ойлау үшін ойлан тап әдісі арқылы А дыбысына сөз ойлап көрейік. Олай болса, барлығымыз дәптерлерімізді ашып, үшінші тапсырма бойынша А дыбысынан келетін 3 сөз жазамыз. Енді балалар, кезекті сергіту сәтіне берейік. Видеодағыдай бәріміз би-билеп жаттығулар жасайық. Сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырдың өміргеніп, жүзің бал-бұл жадырап көңілденіп, есігіңнен мен көріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Жарайсыңдар оқушылар. Енді менен сұрақ, сенен жауап әдісі арқылы мен сендерге сұрақ қоям, сендер жауап бересіңдер. Бірінші сұрақ. А әрпінен келетін достарыңның атын ата. Екінші сұрақ. Қазақстан сөзінде неше А әрпі бар? Үшінші сұрақ. Жұмбақ. Аюда бар, түлкіде жоқ. Тышқанда бар, мысықта жоқ. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, бүгінгі сабақты біз толықтай түсіндік деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта не үйрендік? Мәтінді оқып, сұрақтарға толық жауап бердік. Ойлан тап әдісі арқылы А әрпіне сөздер ойлап таптық. А дыбысынан басталатын сөз ойлап, әңгіме құрастырдық. Балалар, сабақ аяқталды. Енді өз-өзімізді бағалау мақсатында сабақты қалай түсінгенімізді білу үшін сабақ бойы фишкалар жинаған едік. Сол фишкаларды санап көрейік. 10 фишка жинаған оқушы үздік. 7 фишка жинаған оқушы орта. Ал бұдан да
аз фишка жинаған оқушылар кейінгі сабақта көп фишка жинауға тырысыңдар. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.